Музейге қош келдіңіз. Бұл Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің этнографиялық залы. Қазір біз сіздерді қазақтың ұлттық бас киімі сәукелемен таныстыратын боламыз. Сәукеле – ол ұзатылатын қыздың бас киімі. Ол қазақтың өткен ғасырлардағы әдет ғұрып, салт дәстүрінен хабар беретін тарихи мәдени мұрасы. Ертеректе ұзатылатын қызға арнап сәукелені алдын ала тіктірген. Сәукеленің өн бойы қымбат маталармен қапталып, оның сыртына алтын, күміс, інжу, маржан, лағыл сияқты асыл тастардан жасалған моншақтар тағылады. Түрлі түсті қымбат шөптермен тігіліп, безендіріледі. Матасына әшекей, шашақ, оқа тағылып, жиегіне бұлғын, құндыз терлермен жұрын ұсталады. Басын қисайып немесе түсіп кетпеу үшін тамақтан өткізетін бау тағылады. Ал екі құлақ тұсына омырауға жететін құлақша тоқылады. Сәукеленің артқы жағына ұзындығы жерге жететіндей ақ желең тағылады. Сәукелені өте шебер әйелдер тігеді. Ұзатылған қыздың дәрежесі осы сәукелесіне қарап бағаланады. Әрине, мұндай бағалы бас киімді байлар мен өте ауқатты адамдардың қыздары киеді. Сәукелені келін күйеуге шыққан алғашқы күндерінен бастап 1 жылға дейін таққан. Содан кейін сәукелені 4 немесе 5 жыл қатарынан үлкен той, жиын немесе мерекелерде киеді. 20 ғасырда қымбат сәукеленің бағасы 1000 сомға дейін немесе таңдаулы 100 аттың құнына дейін жеткен. Орталық музейде орналасқан қазақтың ұлттық бас киімдерін көруге сіздерді шақырамыз.